маған бір бұйырымыз болды үлкен. Және соны мақтан тұтамын. Көшкен бригадаларын қарап, режимдерін сала бересің. Житвай ауылының іргесінде туып өскен соң, бала күнімізде осы талай промсыл арасында ойнап жүріп, сонда арман болатын осы. Кейде бір өлең шығаратын қабілетіміз болды мектеп уақытында. Дейсің бе, аспан деген жасыл ұлан басталады біздің жақта, мұнаралар басынан. Осы качалка не қызмет атқарады екен, бұл неге осылай не істеп тұр, бұл тоқтамай ма деген бір балалық ойлар ол, ойламаймыз ешқандай. Сол мектеп оқу бітіріп келген соң жұмыспен қамту орталығы мен осы Житвай ауылында сол мүшесі болып, бір жағынан бұйырмыз, бір жағынан осылай осы мұнай саласына ең бірінші етене араластық 2014 жылы. Оны осы күнге дейін әлі өзім мақтан тұтам, абырой тұтам. Осындай үлкен белді жалпы Қазақстанға өңірге белгілі осындай алып компанияда соның бір мүшесі ретінде қызмет етіп жатқаныма өзімді үлкен мәртебе санаймын өзім үшін. Осы жұмысқа орналасқаннан кейін отау құрып, ата-анамның қолында тұрып өстім. Осында университетте қызмет етті әкем, қарапайым жұмысшы ретінде. Анам бірнеше жыл аспазшы қызметін атқарды осы жерде. Екі бірдей атамның өзі осы университетте қызмет етті. Оның бірі Жұмахан дейтін атамыз, ол енді атақты осы электрик болып, карьерде осы университет саласында қызмет етті. Одан кейін аса тоқтала кететініміз осы Қағатбаев Нұрмұхан дейтін кісі атам. Өзім сол кісінің қолында болдым, сол кісінің баласымын. Алғашқы Житвай фонтанын ашушылардың бірі, ардагер, мұнайшы. Ол кісінің қолынан тәрбиесінен көп нәрсе үйрендім. Университетте қалай адал болу керек екен, адамдармен қалай қарым-қатынаста болу, жұмысқа деген жалпы табандылық, солардың университеттегі әңгімелерін, қызықтарын естіп, одан сайын осы жұмысқа деген жалпы ортаға деген болашақта мен де бір сондай деңгейге көтерілгенде, сыйластықта бір жақсы деңгейде болсақ керемет екенін көріп, енді адамдарға деген, қоғамға деген қарым-қатынасым түзей бастадым деп айтсам да болады. Қазір комбинированный подъем жүріп жатыр, дәл қазір. Оңғыдан шыққан шыбықты алып, технотренинг мекемесіне апарып, жұмысқа ремонттауға тапсырады. Ал мынада қазір келіп жатқан доставка сол технотренинг мекемесінен жұмыс жөнделіп шыққан құбыр шыбықтарды оңғыға жіберу жұмыстары жүріп жатыр қазір, дәл қазір. Тасымалдау жұмысы. Өзі былай ізденіп қажет қой. Көп жағдайларда, мысалы, ол жұмысты тек қана күндегі ағымдағы жұмыс емес, алға қарай бір мақсатпен жұмыс жасайды ол. Бір мына кішкене жақсартсын жаңағы жұмысты. Мысалы, соңғы кезде өзі мына модульный оқуды оқыды. Профессиональный мастер деген оқуда. Сол оқуда жүріп, енді олар ол жерде жүргесін. Өздері тақырып қорғайды. Сол кезде менің осы есімде алған бұл жігіт мына ұңғыға жіберілетін жерасты жабдықтарының соларды жақсарту жөнінде бір тақырып қорғады олар. Одан қазір мына осы цехта жұмыс жасап жүріп, осы мына топтық қондырғының басында, мысалы, топтық қондырғы адам келген кезде, сол топтық қондырғының қандай мағлұмат керек, сол жөнінде ол өзінің идеясын тастады бізге. Ол идеяға біз көмектестік. Сол жерге сондай QR код жасады. Сол QR кодқа адам кірсе, ішіне сол топтық қондырғының ұңғы саны, ұңғының орналасу сызбасы, ішінде шебердің, аға оператордың телефон нөмірлері. Мысалы, келген адам соны тауып алуға. Ол өзі мысалы еңбек. Қазір енді ол сол технология бөлімге қайтадан қызметін ауыстырды. Қазір енді мына Маңғыстаумұнайгаздың мына Житвай бойынша жастар қоғамының өз төрағасы бұл жұмысты алып жүреді. Енді бұл жігіттерге тек жоғарыда биіктен көріну тілейміз. Тек жұмысына сәттілік, тек жанұясы аман болсын.